Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бір жасағанда жөп жұмсақ болып шығатын күлше нан дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы су және жылы сүт құямыз. Су мен сүтіміз ыстық болмауы керек. Қант және аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ерітілген майымызды қосып араластырамыз. Ұнымыздың бәрін бірден салмай, екіге бөліп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Бетіне целлофан жауып, қараңғы және жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін басып жіберіп, бірдей 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін қолмен домалақтап аламыз. Видеодағыдай етіп, күлше нанның формасын жасап, шетін кесіп әсемдейміз. Бетін жауып, тағы 30 минутқа қоямыз. Содан кейін бетіне жұмыртқа жағып, кунжут немесе мак себеміз. «190 градусқа қызып тұрған пешке 25 минутқа саламыз. Пештен шығарған бойда бетін мата сүлгімен жауып, кішкене қоя тұрыңыз. Сонда күлше нанымыз тағы да жұмсара түседі. Ас болсын.